Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Береке. Бүгін мен сіздерге осындай керемет тағам жаппасайдың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен мұнда жұмыртқа мен суды араластырып қамыр илеп алған едім. Бұл видеоға түспей қалыпты. Қамырды осылай илеп тындырып қоямыз. Ал қамырымыз тынғанша мұнда біз подливымызды жасайтын боламыз. Яғни мен пияз, ет және де сәбіз, картоп қосатын боламын. Ең алдымен қазанымызға май құйып, бірінші етті қуырып аламын. Етті жақсылап қуырып аламыз, үстінен пиязды саламыз. Екеуін тағы да жақсы араластырып қуырып алатын боламыз. Енді үстіне сәбізімізді саламыз. Байқасаңыздар, барлығын мен кубиктарды сетіп турап алдым. Сонда біздің подливымыз әдемі көрінетін болады. Оның үстіне картопымызды салатын боламыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Енді үстіне дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салатын боламыз. Мен қара бұрыш пен паприканы кішкенеден ғана салдым, және де ас қасық томатымызды салып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Дәмдеуіштерді қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Ал енді картоптың бетімен бірдей қылып су құямыз. Одан көп болып кетпеу керек. Қамырымызды жайып алдық. Үстін осылай майлаймыз. Барлық жерін біркелкетіп майлап, осындай 4 бұрыш бөліктерге бөліп шығамыз. Енді подливымыз қайнаған соң, біраз уақыт өткен соң, осылай үстіне қамырымызды тізіп шығатын боламыз. Яғни майланған бетіне қаратып жабыстырып шығамыз. Сонда қамырларымыз бір-біріне жабыспайтын болады. Қамырымыз піспей қалады деп уайымдамаңыздар, пісетін болады. Жарты сағат 40 минуттың көлемінде пісіп қалады. Міне біз барлық қамырымызды тізіп салып шықтық. Енді бетін жауып, жай отта жарты сағат 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің тамағымыз 40 минуттай тұрды. Енді осылай бетіндегі қамырларын алып, осылай екіге бүктеп, онда екі қатар етіп тізіп шығамыз, және де ортасына подливымызды құятын боламыз. Міне біздің кереметтей тағам жаппасай дайын болды. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай және өте дәмді болып шығары сөзсіз. Менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер.